Қайырлы күн достар, мен бүгін қалай Pinduoduo приложениесінен өзіңіздің аккаунтыңызды жоюға болатынын көрсетемін. Аккаунтты жою дегеніміз ол сіз жаңағыдай Pinduoduo приложениесіндегі аккаунтыңызды толықтай өшіріп тастау. Егер аккаунт шығу қажет болса, жаңағы өзіңіздің данныйларыңыз сақтау қажет болса, жай ғана аккаунттан шығуға болады. Ал екінші ол сізге аккаунтыңыз қажет емес, оны өшіріп тастайсыз, яғни бүкіл данныйды жойып тастауға болады. Ол үшін не істейміз? Жеке кабинетке кіресіз, бірақ осы жерде аккаунтты жоймас бұрын мән беретін маңызды дүние бар. Ол сізде ешқандай товар жолда болмау қажет. Және де возврат жасаған болсаңыз, немесе әлі товарды алмаған болсаңыз, аккаунтты жоюға болмайды, себебі сізде бүкіл данный өшіп кетеді. Сізде возврат сума түспей қалған жағдайда сіз қайтадан служба поддержкаға жазуыңыз қажет болады, олай жаза алмайсыз, немесе товарыңыз келмеген жағдайда соның бәрін дәлелдеуіңіз қажет болады. Сіз заказ бергеніңіз, оның бәрін ешқайсысын жасай алмай қаласыз. Мына жерде міне, мысалы менде бір деп тұр, бірақ бұл товар менде келіп қойған. Осылай келмеген товар болмау керек, сізде алынбаған товар. Оценкаға түскен товар желательно болмау керек, немесе мұнда жаңағыдай жолда келе жатқан товар мүлдем болмау керек. Возврат жасаған товарыңызда егер ақшасы түспеген болса, пока жоймай күте тұруыңыз қажет. Егер осының бәрін жасап қойдыңыз, енді жоямын, жаңағы нақты сенімдімін десеңіз, осылай жеке кабинетіңізді ашасыз. Мына бізде волшебный кнопка деп айтамын мен. Жаңағы иероглиф, иконка, ол наушнигі бар иконка. Сіз бұл жерде өте көп нәрсе жасай аласыз. Возврат ақшаңыз түспесе, некачественный товар келіп қалса, кез келген жаңағы проблемаңыз деп айтайықшы, осы кнопка арқылы, иконка арқылы шешесіз. Қытайда болса, Қытай азаматтар үшін міне ыңғайлы, өздерінің номерлері бар, осы служба поддержкаға звондаса болады, сағат 8-ден 9:30-ға дейін істейді. Бізде Қазақстанда да мысалы өзімізге қажет служба поддержкаға біз хабарласып, операторға сұрағымыз қоя алғандай, Қытай азаматтары да дәл осылай хабарласып өздерінің сұрақтарын қоя алады. Енді бізде ондай возможность жоқ, біз жай ғана мессенджер арқылы жазамыз, сол арқылы өзіміздің проблемамызды шешеміз. Енді қайтадан қараңыз, наушникті басасыз, служба поддержканы былай төмен түссеңіз, жаңағы осындай көп қойылатын сұрақтар деген жер бар. Міне стрелкамен иероглиф тұрады, осыны басасыз. Сізге осындай жаңағы сұрақтардың немесе осындай тізімдер шығарады. Осының ең төменгісіне барасыз, осы міне мен көрсетіп тұрған иероглифті басасыздар. Бұл бізде аккаунт жою дегенді білдіреді. Осы бір ғана иероглиф жазу стрелкамен тұрады, осыны басасыз. Мына жерде жаңағы условиясын оқып шықсаңыз болады. Аккаунтты жойған жағдайда сізде қандай проблема болуы мүмкін, немесе қандай жағдайда аккаунтты өшірмеу қажет деген условия жазылып тұр. Төмен түссеңіз міне наушник пен иероглиф тұрады, соны басасыз. Бұл деген аккаунтты жою дегенді білдіреді. Міне сізден автоматты түрде служба поддержка как удалить аккаунт деген жаңағы неме текст кетеді. Міне мына жерде сізде тағы бір рет условия шығады, осылай толық жаңағы перевод жасап оқысаңыз болады. Бірақ қысқа нұсқа айтсам, сол жаңағы егер сіз возврат жасаған болсаңыз, аккаунтты өшірмей тұрғаныңыз дұрыс, немесе товарыңыз жолда болса, аккаунтты өшірмей тұрған дұрыс, себебі оның бәрі аннулироваться етіп кетеді, сосын дәлелдей алмайсыз. Осылай жақсы дегенді басасыз. Бассаңыз болады, немесе жай ғана баспасаңыз да болады. Енді мұнда жаңағы шықты, как аннулировать деген былай тексті шықты, сізге түсіндірме осында жазасыз. Хочу удалить аккаунт деген сияқты. Осылай хочу удалить аккаунт деп жазып аласыз. Мына тексті жібереміз служба поддержкаға. Міне сізге осындай жазып жібереді, яғни сенімдісіз бе деген осылай иероглиф шығады. Мән беріңіздер, екінші иероглифті басасыздар. Телефоны деген таңдасақ болады, екінші тұрған. Достар, бұл енді служба поддержкамен чат қой, жаңағыдай
аккаунтты жоюдағы жолдар, иә. Аккаунтты өшірдің, жою, баса салдың, өшіп кетті деген болмайды. Бәрі этабымен болады. Мен сіздерге жаңағыдай этабымен енді басуға болатынын көрсетіп отырмын. Қазір тағы нақты басынан соңына дейін бір көрсетіп шығамын. Қайсыны бастым, не үшін бастым. Енді басынан міне сіздер осылай жаңағыдай мен көрсеткен ең соңғыны басасыздар, как аннулировать деген сообщение шығады сіздерде, немесе просто жазсаңыздар болатын. Я хочу удалить аккаунт деген, е. Сізге осылай уверенсіз бе, жаңағы сенімсіз бе деген шығады. Сол жерде екінші я дегенді таңдайсыз. Содан сізге осылай түсіп, жаңағы причинасын таңда деген секілді шығады. Осы жерде міне телефон номерді өшіру деген секілді таңдасаңыз болады. Соң тағы келеді, сенімсіз бе, соны екінші басасыз, я сенімдімін деген секілді. Соны сізге осылай список шығады. Аккаунт осылай сіз заявка жібергеннен кейін 72 сағаттың ішінде өшеді. Мына жерде міне бұл анкетаны толтыру қажет деп шығады. Осылай басасыз. Мынау рұқсат беремін, менің жаңағы сол пиндодағы байланысты информациямды обрабатывать еткенге рұқсат беремін деген жаңағы осы қызылды басасыз. Осы астындағы жазуды баса салға болады. Мұнда телефон номер жазбай. Ештеңе қоспаңыз немесе өшірмеңіз 72 сағаттың ішінде. Ешқандай жаңа заказ беруге болмайды. Возврат жасауға болмайды. Және пиндодан дуду кошелегі болады, соны толтыруға болмайды. Мінде төменде вернуться деген бассаңыз болады. 72 сағаттың ішінде сіздің аккаунтыңызды пиндоды өшіретін болады, яғни жоятын болады мүлдем.